Сиырдың құймышағынан сорпа дайындаймыз. Ол коллагенге және биотинге бай, әсіресе буын ауруларына, сынықтың тез бітуіне көмектеседі. Көкбазардан құймышақты бұздырып алдым. Алдымен оны кесектеп бөліп аламыз. Пиязды да молырақ жартылай сақиналап тураймыз. Қазанға аздап сұйық май құйып, майлар мен құймышақты қатты қызған отта екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Ет қуырыла сала, от астын басып, пиязды салып, тұздап, баяу отта жарты сағат араластырмай бұқтырамыз. Уақыт өте араластырамыз да, баяу отта тағы жарты сағат бұқтырамыз. Дәмдеуіштерден сарымсақ, қара бұрыш, кориандр, зира қосамыз. Кейін етті жауып тұратын суық су құямыз да, қайнағаннан кейін тағы қақпақ асты 1,5 сағат бұқтырамыз. Уақыт өте тұздың дәмін көреміз. Ірі кесілген картоп, сәбіз, қалауынша қызанақ, бұрыш қосамыз. Жарты сағаттан соң сарымсақ пен кәдіні қосамыз. Енді тағамымыз піскенше қақпағын жауып бұқтырамыз. Өте арзан әрі пайдалы